шаншауды шыныққан денеміз. Шығамыз далаға, шуғамыз аққара, мінеміз шанаға, күлеміз шатырына. Алпай қазада сырғанақ тебеміз. Шыныққан денеміз, шығамыз далаға, шуғамыз аққара, мінеміз шанаға, күлеміз шатырына. Енді сен мәтінді оқи қойшы. Мынау, бірінші жаттығудағы мәтінді. Яғни оқи қой, тез-тез. Баққа келді, қарап тұрса, өзіне кіші, ешкі сияқты, ал түрие шығып, басына Қарай отырамыз кітапқа. Көртелеп бастады. Жол сайғаныр екен, ұзыннан байқаған бір бала оны төбеге алып шықты. Төбеге алып шықты. Енді сен бейбарысынан. Мына жерде бастасың. Даусың шығарып оқы. Енді шананы отыр зымырай деді. Ендігіні кім? Айшуа болсын. Кәрім, сез-сез ол. Кәрім жүрексініп, бір әс тұрып қалды. Сәл кел соң шанасымен төмен қарай заулай жөнелді. Ал енді бүгінгі біздің өтетін сабағымыз дауысты және дауыссыз дыбыстар екен. Дауысты және дауыссыз дыбыстарды қазір біз сабағымызда ажырататын боламыз. Мәтіннің мазмұны бойынша сұрақ қойып, жауап береміз. Сонымен қатар айтылуы мен жазылуы бірдей сөздерді көшіріп жазып және есте сақтаймыз. Алфавит бойынша барлық әріптерді өттік. Сол әріптерге қарайтын болсақ, мына жаққа қараймыз. Қазақ алфавитінде 42 әріп бар екен. 42 әріптің біразы көк түспен, біразы қызыл түспен боялған. Неге деп ойлайсыңдар? Ол неге қызыл түспен, неге көк түспен жазылып тұр бұл жерде? Себебі дауысты және дауыссыз дыбыстар екен. Көк түспен жазылған әріптер қандай дыбыстар? Дауыссыз. Қызыл түспен боялған жазулар дауысты. Онда бері қараймыз. Дыбыс. Яғни сөз дегеніміз дыбыстан тұрады екен. Дыбыс дегеніміз екіге бөлінеді екен. Дауысты және дауыссыз дыбыс болып бөлінеді екен. Дауысты дыбыстарды айтып көріңізші. А, егер де у дыбысының алдында дауысты дыбыс кездесетін болса, онда ол дауыссыз болады. Ал дауыссыз дыбыс болатын болса, онда ол кезде у дыбысы қандай болады? Дауысты болады екен.
Дауысты дыбыстар бізде кедергісіз айтылады екен. Дауысты дыбыстың өзі жуан және жіңішке болып екіге бөлінеді. Енді дауысты дыбысқа келетін болсақ, дауысты дыбыстар бізде үшке бөлінеді. Қатаң, ұяң, үнді болып. Ал енді дауыссыз дыбыстарды айтып көреміз. Б, енді тағы да бір мен алып отырмызда. Мына жерде мен сендерге қазір мына сөздерді беремін. Қалып кеткен әріптерді табамыз. Қай жерде қандай